қазіргі сіңілдерімді айтамын да, біздің қыздарымыз енді мына тұрмыс жасында ғой, қаншама қайын сіңілдеріміз бар, қайныларымыз бар. Солар айтады да, жігіт жоқ дейді қыздар. Жігіттер айтады, қыз жоқ дейді. Сұмдық айтып, қаншама қайныларым бар, 40-қа келіп қалды, үйленбеген сүр қойдық. Үйленбейсің бе десем, қыз жоқ дейді. Неге? Қазіргі қыздардың барлығына дейді, упакованный жігіттер керек дейді. Сонда мен бүйтіп ойлаймын. Біздің қыздарымыздың сана сезімі тек қана дүние билеп тұр ма? Тек қана дүние ма? Сіздердің мен қауашақтардың ішін бәріне дүние кіріп кеткен ма? Жарайды, үйің болар, күйің болар, машинең болар, неше түрлі ішіктерің болар, вертолет, самолетке дейін жетесің бе, жетпейсің бе білмеймін, бірақ жетіп жатқан әйелдердің өздері де менмін деген күніге соны көрсетеді, күніге соны салады. Бәріңіздің ауру болып жатқаныңыз бір 5-6 әйел бар Қазақстанда. Солардың өміріне қарап қызығасыздар да, оның несіне қызығасыздар, олардың өмірінің ар жағында не болып жатқанын ақиқатты білмейсіз ғой, Алла біледі ғой. Сондықтан да тәуекел, шүкір деп өмір сүру керек жандарым. Қаншама бойдақ жігіттерді көріп жүрмін да, таудың тасындай тірліктері бар, соларға қыз жоқ. Әп-әдемі қыздар бар, соларға жігіт жоқ. Дүние дейсіңдер. Бір адамның жасы ары кетсе 80-ге дейін шығар. Сіз 50-ге дейін тырбыңдап тірлік жасап, қол ұстасып, бейнеттеніп, үй күйіңізді бәрін жасап, сол салтанатыңызды құрмасаңыз, ары қарай 30 жыл өміріңізде не қызық көресіз? Қызықтың барлығы дүниенің қызығы, дүниені бірге тапқан қызық. Сондықтан да барлығы дайынға келген қыз бақытты ойламды ойламаңыз, өйткені оны сізге жасаған жоқ ол. Оны жасаған өзінің империяның үстінде тұрған шеше деген адам болады. Сондықтан да жандарым, қыздарым, ойланып, ең бастысы иманды, еңбеккер жігіт болса, тастай ұстап, соны керемет күйеу болып отбасын құру керек.